Қымбатты білім алушылар, 5-2 тақырып ішкі жиын. Егер Б жиынының әрбір элементі А жиынына да тиісті болса, онда Б жиыны А жиынының ішкі жиыны деп аталады. Белгіленуі: Б жиыны А жиынының ішкі жиыны. Д жиыны Е жиынының ішкі жиыны емес. Элементтер құрамы бірдей. Екі жиын тең жиындар деп аталады. Мысалы, А жиыны шаршыдан, шеңберден, үшбұрыштан құралатын болса элементтері. Ал Б жиыны үшбұрыш, шаршы, шеңбер элементтерінен құралатын болса, бұл екі жиынды біз тең жиындар деп атаймыз. Себебі А жиынындағы бізде кездесіп отырған шаршы Б жиынында да бар. Шеңберіміз А жиынында да, Б жиынында да бар. Үшбұрышымыз А жиынында да, Б жиынында да бар. Сондықтан мұндай жиынды біз тең жиындар деп атаймыз. Кез келген жиынның ішкі жиынның құрамында сол жиынның өзі және бос жиын болады. Мысалы, F жиынының ішкі жиыны болады. Яғни F жиынының ішкі жиыны, яғни өзі болып тұр. Тағы да мысал, бос жиын F жиынының ішкі жиыны. 1034 есеп. Мына жиындардың қайсысы ішкі жиын болады? Ішкі жиынды белгіленумен жазыңдар. Бірінші: А музыканттар жиыны, В скрипкашылар жиыны. В скрипкашылар жиыны А музыканттар жиынының ішкі жиыны. Екінші: Л еліміздегі қалалар жиыны, К облыс орталықтар қалаларының жиыны. К облыс орталықтар қалаларының жиыны, Л еліміздегі қалалар жиынының ішкі жиыны. Үшінші: С жай сандар жиыны, Д натурал сандар жиынының ішкі жиыны. 1035 есеп. А жиыны 1 және 3 элементтерінен құралған. Ал В 3, 6, 9 элементтер жиынынан құралған. Енді осы жиын элементтері F жиын элементтерінің құрамында бар екен? Соны тексеріп көрейік. А жиынның элементі 1 және 3 F жиында бар. Және Б жиынның элементтері 3, 6, 9 бар. Сондықтан біз А жиыны F жиынының ішкі жиыны деп айта аламыз. Сонымен қатар Б жиыны F жиынының ішкі жиыны деп айта аламыз. Қалған С және Д жиындары элементтері F жиынының элементтерінің ішкі жиыны бола алмайды. Келесі 1037 есеп. Тең жиындарды тең белгісімен жазыңдар. Бұл мысалдарда А жиынның элементтері А, Б, С, Д жиынның элементтері С, П, А боп реттері өзгертіліп жазылған. Олай болса, А жиыны
з жиынына тең деп айта аламыз. Келесі, в жиынның элементтері 4, 5, 6, е жиынның элементтерінде 6, 5, 4 болып реті өзгертіліп жазылған. Бұл жағдайда да біз б жиыны е жиынына тең жиындар деп айта аламыз. Қалған с, f жиындары тең жиын бола алмайды. 1042 есеп. А жиыны 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Жиын элементтерінен 6 санының бөлгіштерінің b жиынын құрастырыңдар. А және b жиындарының арақатынастарын белгіленуімен жазыңдар. Біз b жиынын жазып шығайық. Бізге 6 санының бөлгіштерін А жиынның ішінен теріп жазу керек. Яғни 6 бір санына бөлінеді, жазамыз. 2 санына бөлінеді, 3-ге бөлінеді және 6-ға бөлінеді. Бұл b жиыны. Енді бізге А және b жиындарының арақатынасын белгіленуімен жазатын болсақ, v жиыны А жиынының ішкі жиыны деп белгілейміз. Келесі 1047 есеп. В бірдей цифрлармен жазылатын екі таңбалы сандар жиыны. Д 66 санының екі таңбалы санмен жазылатын бөлгіштерінің жиыны. Бірінші, В және Д жиындарын элементтермен жазыңдар. В жиынын жазып алайық. Оның элементтері бірдей цифрлармен жазылған екі таңбалы сандарға 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 кіреді. Енді Д жиынын жазайық. Элементтері 66 санының екі таңбалы санмен жазылатын бөлгіштерінің жиыны. Осының ішінен теріп аламыз. 11, 22, 33, 66. Екінші тапсырма. В және Д жиындарының ара қатынасын белгіленуімен жазыңдар. Д жиыны В жиынының ішкі жиыны. 5-3 тақырып жиындардың қиылысуы, жиындардың бірігуі. Бірінші, жиындардың қиылысуын қарастырайық. 5-9 суретте үшбұрыш және дөңгелек кескінделген. А жиынын үшбұрыш нүктелері жиыны деп белгілеп алайық. Ал Б жиынын дөңгелек нүктелер жиыны деп қарастырайық. Дөңгелектің боялған бөлігіндегі нүктелер А жиынына да, Б жиынына да тиісті. Демек, дөңгелектің боялған бөлігіндегі нүктелер жиыны А жиыны мен Б жиынының қиылысуын білдіреді. Белгіленуі. А жиыны Б жиынымен қиылысу белгісі. Яғни, қиылысу белгісін осылай белгілейміз. Қиылысу. А жиынның Б жиынымен қиылысуы тең X тік сызық X тиісті А жиынына және X тиісті Б жиынына деп жазылады.
Екінші, жиындардың бірігуін қарастырайық. 5-12 суретте А, Б, С, Д квадраты және Е, С, Ф үшбұрышы кескінделген. Біз квадратты К жиыны деп белгілейік. Квадрат нүктелер жиыны. Ал Л жиынын үшбұрыш нүктелер жиыны деп қарастырайық. А, Б, С, Д квадраты нүктелерінің жиыны мен Е, С, Ф үшбұрыш нүктелерінің жиыны бірігіп жаңа жиынды құрайды. Ол жиын А, Б, С, Ф төртбұрыш нүктелер жиынын құрап тұр. Яғни жазайық. Бізде квадрат нүктелер жиынын А, Б, С, Д квадраты құрған, ал Л жиыны Е, С, Ф үшбұрыш нүктелер жиынын құрған. Енді осы екеуінің бірігуінен нәтижесінде А, Б, С, Ф жаңа жиын пайда болды. Жаңа жиын. Мұндай жағдайда А, Б, С, Ф төртбұрышы нүктелерінің жиынын К және Л жиындарының бірігуі деп атайды. Белгіленуі. К жиыны Л жиынымен бірікті. Яғни бірігу белгісі жиындардың бірігуі. К жиыны Л жиынымен бірігуі тең X тік сызық X тиісті К жиынына немесе X тиісті L жиынына. Бір 1053 есеп 24264 санындағы цифрлардың Е жиынын және де 45695 санындағы цифрлардың F жиынын элементтерімен жазыңдар. Жазып шығайық. Е жиынның элементтері 2, 4, 6. Ал F жиынның элементтері 4, 5, 6, 9. Бірінші тапсырма. Е және F жиындарының қиылысуының элементтерімен жазыңдар. Е және F жиындарының қиылысуының элементтері 4, және 6. Екінші тапсырма. Е және F жиынының бірігуінің элементтері 2, 4, 5, 6, 9. 1054 есеп 5-16 суретте елервен дөңгелектерімен А және Б жиындары кескінделген. А жиынын элементтерімен жазайық. 1, 2, 5, 10,
4, 20. Б жиынның элементтері 1, 2, 5, 10, 25, 50. Енді Б. А жиынның элементі Б жиынның элементімен қиылысуын табу керек. Бұл жерде 1, 2, 5, 10. Енді осы А жиыны В жиынымен біргеді. Олай болса, нүктелерін жазып шайық. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50. 1057 есеп. Марш және уран сөздеріндегі әріптерден бірінші А жиынын және Б жиынын құрастырып жазыңдар. Жиынның элементтеріне Марс сөзіндегі әріптерді жекелеп жазып шығамыз. А жиынның элементтері. Енді Б жиынның элементтерін жазып шығайық. Уран сөзіндегі әріптерді жекелеп жазамыз. Бұл Б жиынның элементтері болып табылады. Екінші, А және Б жиындарының қиылысуын жазыңдар. А және Б жиындарының қиылысуы тең элементтер А жиында А элементі және Б жиында А элементі қиылысуында кездескендіктен бұл осы А және Б жиындарының қиылысуына элементі болып табылады. Және А жиындағы R элемент пен Б жиындағы R элемент қиылысуының элементі болып табылады. Сонымен екі элемент бар екен. Оны біз элементтер санын жазу үшін N жақшашылған А және Б жиынның қиылысуы элементтер саны екеу деп жазамыз. Үшінші, А және Б жиындарының бірігуін жазыңдар. А, Б жиындарының бірігуі тең әріптерді, яғни элементтерді теріп жазамыз. М, А, екі рет кездескендіктен біреуін ғана жазамыз. R, R дыбысы да екі рет кездеседі, біреуін жазамыз. С, У, Н. Енді элементтер санын жазу үшін N жақша ашылған А жиынның Б жиынымен бірігуі элементтер саны 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ға тең. Келесі 1060 есеп. С жиынында 5 элемент, Д жиынында 7 элемент,
Ал олардың қиылысында 3 элемент бар. С және Д жиындарының бірігуінде неше элемент бар? Эйлер Вен дөңгелектермен кескіндеңдер. Эйлер Вен дөңгелегін салайық. Бірінші дөңгелегіміз С жиыны болсын, екінші дөңгелегіміз Д жиыны болсын. Яғни С жиынында 5 элемент, Д жиынында 7 элемент, ал қиылысуында 3 элемент десе, біз ортасына 3 элементті нүктемен белгілеп көрсетейік. Қалған С жиынның 5 элементін толықтыру үшін біз С жиынына 2 элементті жазамыз. Ал Д жиынында 7 элемент болғандықтан қиылысуында 3 элемент ортасына салып қойдық. Енді қалған элементтерін Д жиынында көрсетеміз нүктемен. Ол 4 элемент. Енді С және Д жиындарының бірігуінде неше элемент бар? Оны табу үшін біз алдымен С жиындағы элементтер санын жазайық. 5. Ал Д жиындағы элементтер саны 7. Енді осы С және Д жиындағы элементтер санының қиылысуын табу үшін С, Д жиындарының қиылысуындағы элементтер жиын табу үшін біз 5-тен 2-ні азайтамыз. Ол 3-ке тең болады. Енді бірігуіндегін табу үшін N элементтер саны С және Д жиындарының бірігуінде тең N С жиынның элементтер санына N Д жиындағы элементтер санын қосып, одан N С және Д жиындарының қиылысуының элементтер санын азайтамыз. Тең N С жиындағы элементтер саны 5. Оған қосамыз N Д жиындағы элементтер саны 7. Ал С және Д жиындарының қиылысуындағы элементтер саны 3 болды. Яғни азайтамыз. Тең 5-ке 7-ні қоссақ 12, 12-ден 3-ті алсақ 9. Жауабы N элементтер саны С және Д жиындарының бірігуінде 9-ға тең. 1065-ші есеп. F 4 санына еселік болатын алғашқы 6 натурал сандар жиыны. K 6 санына еселік болатын алғашқы 5 натурал сандар жиыны. F және K жиындарының қиылысуын белгілеп, оны элементтермен жазыңдар. F қиылысуы K-дағы ең кіші сан 4 және 6 сандары үшін қалай аталады? F жиынның 4 санына еселік болатын элементтерін жазып шығайық. 4-ті 1-ге көбейтсем 4,
2-ге көбейтсем 8, 3-ге көбейтсем 12, 4-ге көбейтсем 16, 5-ге көбейтсем 20, 6-ға көбейтсем 24. 4 санына еселік болатын алғашқы 6 натурал санын жазып алдық. Енді К жиынына 6 санына еселік болатын алғашқы 5 натурал санды жазайық. 6-ны 1-ге көбейтсем 6, 2-ге көбейтсем 12, 3-ге көбейтсем 18, 4-ге көбейтсем 24, 5-ге көбейтсем 30. Алғашқы 5 натурал санын жазып алдық. Енді F және K жиындарының қиылысуын белгілейік. F және K жиындарының қиылысуы тең. Бұл қиылысуына бірінші F жиында 12 бар және K жиында 12 бар. Сондықтан қиылысуында элемент 12 болады. Және K жиында 24 саны және K жиында тағы 24 саны бар. Яғни 24 деген элемент. Аты. Сонымен F жиыны мен K жиынның қиылысуының элементтері 12 және 24. Енді F және K жиынның қиылысуындағы ең кіші сан 4 және 6 сандары үшін ең кіші ортақ еселік 4 және 6 үшін 12. 1067 есеп. 5-те 17 суретте Эйлер вен дөңгелектермен кескінделген жиындарды элементтермен жазыңдар. Бірінші А жиынында А, Б, С, X элементтері бар. Б жиынында А, Б, С, Д, Y элементтері бар. С жиынында А, Б, Д элементтері бар. Енді екіншісін орындаймыз. А және Б жиындарының қиылысуындағы элементтерін жазуымыз керек. А және Б жиынның қиылысуындағы элементтер А, Б, С. Бұл жердегі элементтер саны қиылысуындағы 3-ге тең. Енді үшінші тапсырмасы Б жиыны мен С жиынының бірігуін табу керек. Ол үшін Б жиынының С жиынымен бірігуінің элементтеріне А, Б, Д, С, Y элементтері жатады. Енді қанша элемент бар екенін жазайық. Б және С жиындарының бірігуінің элементтер саны
бесеу. Оқушылар, егер де видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.